Жалпы Zoom платформасында жұмыс істеу үшін компьютерімізге Zoom платформасының қосымшасын орнатып алуымыз керек. Міне интерфейсі осындай. Екі кнопкадан тұрады. Біріншісі войти в конференцию, екіншісі аккаунтқа кіру батырмасы. Бірінші батырмаға бассаңыздар, бұл жерден басқа конференцияға қатысушы ретінде кіре аласыздар. Ал екінші кнопканы басқан кезде бұл жерде өз аккаунттарыңызға кіресіздер. Егер мүлдемге мына Zoom платформасында сіздерде аккаунт жоқ болса, онда мына жердегі көк сілтеме тұр ғой, міне тегін тіркелу деген, сол сілтемеге басу арқылы тіркелім жасайсыздар. Бұны басқан кезде бірден браузерден Zoom платформасының сайтына кіріп кетесіздер, немесе осы қосымшаны орнатпай-ақ бірден браузерден Zoom платформасының сайтына кіріп, сол жерден тіркелім жасап, және сол жерден баптауларды жасап, осы браузерде жұмыстана беруге болады. Енді жаңа біз тіркелім деген кнопканы басу арқылы кіргендіктен сілтемеге, бірден сол кнопканың қызметіне мына жерде басталып тұр. Бірақ біз тіркелімді бастамас бұрын мына жердегі менюмен таныстыра кетейін. Войти в конференцию, ол жаңа айтып өткендей, басқа бір шақырылымдар келеді ғой конференцияға қатысуға, сол конференцияларға қатысушы ретінде қатысу. Ал енді мына организовать конференцию деген, ол сіз өзіңіз аккаунтыңызбен кіріп, өзіңіз организовать ететін конференция. Войти в систему, ол жүйеге кіру. Енді мүлдемге жаңағы аккаунт жоқ болған жағдайда тіркелім жасау, тіркелім жасаған кезде мынандай бірінші шаг туған күн ай жылын енгізу дерегін жасайсыздар. Одан кейін екінші шақта электронный почта енгізу. Электронный почтаны ойдан құрастырып жаза салмайсыздар. Ол кәдімгі сіздер қолданып жүрген, жұмыс жасап жүрген электронный почта болу керек. Ол қандай платформадағы жәшік болса да болады. Мысалы, мен жерге өзімнің Gmail-дағы почтамды жазайын. Жалпысында менде бұл Zoom платформасында аккаунтым бар, сондықтан жай ғана жазып көрсетемін, ары қарай жүргізбеймін, өйткені менде аккаунт бар. Почтаңыз жазып болған соң регистрация деген көк кнопкаға басасыз. Көк кнопкаға басқаннан кейін сіздің поштаңызға, мына жердегі жазған поштаңызға осы платформадан хат келеді. Сіз мына Zoom платформасына тіркеліп жатқаныңызды растаңыз дейді. Яғни көк сілтемеге басып, сіз оны растағаннан кейін пароліңізді ары қарай құрастырып, сіз мына жүйеге кіре алатын немеге келтіресіз. Тіркелім жасап болғаннан кейін сіз войти в систему кнопкасына басып, логиніңізді, пароліңізді жазып, Zoom платформасының жүйесіне кіресіз. Міне, енді сіз осымен Zoom платформасына тіркелуді және оған өз аккаунтыңызбен кіруді білдіңіз деп есептейік. Енді ары қарай Zoom платформасына не жасайсыздар, не жасау керексіздер? Бұл жерде настройка деген меню бар. Осы жерден сіз өзіңізге қажетті барлық баптауларды мұқият қарап шығып, өзіңізге қажетті жұмысыңызға ыңғайлы етіп, баптауларды баптап шығасыздар. Енді Zoom платформасының қосымшасы арқылы кірген кезде де жаңағы войти в аккаунт деген жерде кнопкадағы аккаунтыңызды жазасыз, пароліңізді жазасыз, және войти деген кнопкаға басқан кезде сіз қосымшада осы жүйеде боласыз. Көріп тұрғандарыңыздай алдарыңызда 4 кнопка. Бұл жерде не істейсіздер енді? Ең бастысы конференция, алдағы болатын конференцияңызды жоспарлап үйрену керексіз. Демонстрация экраны жасап білу керексіз. Мына жерде жаңағы конференцияны жоспарлау кезінде тақырыбын қоясыз,
Оның күнін белгілейсіз, уақытын белгілейсіз. Ары қарай пароліңізді өзіңіз қолмен қоюға болады, немесе жүйе берілген автоматты түрде берілген парольді қолдана беруге болады. Мына жерде календар деген кезде Google календрді алатын болсаңыздар, сіздер бұна сіздің жоспарлап отырған конференцияңыз еще Google аккаунтыңызбен привязанный болады, сізге Google'дан қосымша хабарлама келіп тұрады. Осындай уақытта сізде жоспарланған конференция бар деп. Ал жай ғана другие календрді алсаңыз, ол компьютердің календрі, ол ешқандай несі жоқ, зияны да жоқ, артықшылығы да жоқ, ешқандай ол жерде артық функция жоқ. Енді қосымша организатор ретінде бұл жерде сіз өзіңіздің видеоңыздың қосылып тұрғанын қарау керексіз, қатысушылардың видеосы өшіп тұрғанын белгілейсіз. Расширенный параметрда қосымша қатысушылардың дауысын өшіріп қою керексіз, өйткені барлық қатысушылар кірген кезде сізге кедергі келтірмес үшін сіз оны өзіңіз қосып, өшіріп, жаңа видеосын өшіріп, дыбыстарын өшіріп функциясын атқара аласыз. Одан кейін жалпы конференцияға сіз өзіңіз организатор ретінде алдын ала кіріп, баптауларын қарап, тексеріп, өзіңіз конференция кезінде сізге кедергі келтірмейтін жағдаяттарды қарап шығуыңыз керексіз. Одан кейін дәл сіз бастайым деген уақытта бастағанға дейін басқа қатысушылар зал ожиданияда күтіп тұратын болады. Қажетті баптауларды жасап болғаннан кейін запланировать деген кнопкаға басасыз. Сол кезде сіздің конференцияға шақырылған мәтін терезесі шығады. Сол жерден шақыруды буферға көшіріп аласыз да, WhatsApp арқылы немесе почта арқылы қатысушыларға жібере аласыз. Енді жалпы тағы да айта кететін нәрсе, Zoom платформасында настройкаға кіріп, әрбір пункт бойынша әрқайсының параметрін мұқият қарап, керекті баптауларды қарап қойып шығу керексіздер. Міне запись дегеннің ішінде біз запись жазылатын флажок тұр ма екен, активтендіріліп тұр ма екен көрейік, тұр екен. Егер жалпысында запись керек жоқ десеңіздер, онда жалаушаны алып тастауға болады. Ал егер видео компьютерде сақталсын десеңіз, онда жалауша тұру керек. Осыған назар аударсаңыздар болады. Енді мына жерде демонстрация экран дегенге басқан кезде жаңа ключ сұрады, идентификатор ключін. Оны біз мына жерден новая конференция деген жерден өзіміздің идентификатор ключімізді копировать етіп аламыз да, буферден демонстрация экранға барып, ставить етіп, ары қарай экранды ортақ пайдалануды іске қосамыз. Бұл жерде міне көрсететін файлдарымызға сілтемелер тұр. Біз алдын ала ашып дайындап қойсақ, соның бәрі осы жерде көрініп тұрады. Одан кейін бізде интерактивті тақта сияқты тақта бар Zoom платформасында. Бірден тікелей сабақ түсіндіруді көрсететін. Сол жерде де сол экранды қосып көруімізге болады. Бұл жерде тікелей сабақ түсіндіріледі және запись жүріліп атады. Оның барлығы компьютерде сақталады. Жаңағы міне 1-2 секундтық іс-әрекетіміз қазір конверттеліп компьютерге түсетін болады. Міне мына жердегі көк жолақ 100% болғанша күтіп тұрасыз. Сол кезде ол конверттеліп видеоға айналып түсетін болады. Интерактивті тақтадан басқа өзіміз алдын ала дайындап қойған слайдымызды немесе басқа да жұмыстарымызды ортақ экраннан жаңағы барлық қатысушыларға көрсетіп түсіндіруімізге болады. Бұл жерде бір жағынан уақытын үнемдейсіз, қаншама жазу, қаншама дүниені алдын ала дайындап қойсаңыз, осы жерден ортақ экраннан көрсетіп түсіндіре бересіз.
Бул кезде де көрсөтүп болгондон кийин жаңағы токтотсаңыз демонстрацияны, бул да тагы да видео болуп компьютериңизге конверттелип түсөт. Кереги жок болсо стоппен токтотуп тастайсыз. Енді Zoom платформасында тағы қазір көрсететін нәрсеміз ол Zoom'дағы қатысушыларды топқа бөлу. Осы әрекетті қазір қарастыратын боламыз. Конференциядағы қатысушыларды топқа бөлу жұмысын жасағыңыз келсе, қосымша жаңағы функцияларын қосу керек болады. Мына жерде профиль дегенге кірсеңіз, мына қосымшамен кіріп отырған кезде профильға кірсеңіз, расширение функция деген бар. Оған бассаңыз, бірден қайтадан браузер арқылы сайтқа кіргізеді. Осы жерде настройка деген менюдің ішінен жаңа расширение функция деген расширение конференцияның функциясын қараймыз. Қазір осы жерде сессионный зал деген болар. Сессионный зал деген тауып аласыз. Сол залдағы түймешікті оңға қарай жүргізіп активтендіресіз және жалауша қоясыз. Осы кезде сіз конференция уақытында барлық қатысушыларды топқа бөлесіз. Топқа бөлу мүмкіндігі бар. Қазір мына жерде алдын ала жоспарлап қойған конференцияға кіріп көрейік. Бұл жерде енді қатысушы бір-ақ адам, өйткені басқа қатысушыларға шақыру берілген жоқ. Бұл жай мысал ретінде көрсетіліп жатқан дүние болғандықтан. Бірақ осы жерде конференцияда жаңағы қатысушыларды қалай топқа бөлеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір жағынан запись жүргізіліп жатыр. Мына жерде компьютердің звукын қолданып кіру деген функциялар қосамыз. Запись жүріп жатыр. Бұл жаңағыдей конференция аяқталған кезде компьютерге конверттеліп түсөт. Ал қазір көретіндеріңіз не? Участники біреу, ол мен. Жалпы конференция кезде қанша участник шақырдыңыз, сонша участниктердің тізімі осы жерден көрініп тұрады. Мына жерде демонстрация экранында міне қосымша параметр бар. Экранда тек қана бір адам қолданыла ма, жоқ әлде бірнеше адам қолдануға бола ма, сол белгісін соқып қойсаңыз, сол функциялар іске асады. Одан кейін жанында үш нүкте тұр, не еще деген жерде. Осы еще деген жердегі үш нүктеге бассаңыз, сессионный зал деген шығу керек. Сессионный зал деген кнопкаға басқан кезде терезесінде енді сіз қанша топқа бөлесіз қатысушыларды. Адам санына байланысты 5 топ, 4 топ, 6 топ деп бөле бересіз. Сол залдың санын көрсетіп топқа бөлесіз. Мына жерде автоматически және вручную деген бар. Енді бұл залдардың атын өзгертіп қоюға болады. Міне бірінші топ, екінші топ деп. Сессионный зал 1-2 дегенше қысқаша бір аттар қоюға болады. Одан кейін участниктер болған жағдайда мына жерде участниктерді қайсысын қай топқа жіберетініңізді реттеп қосасыз. Осылайша әр топпен жеке-жеке жұмыс істеу мүмкіндігіне ие боласыз. Бұл жерде сіз бір залмен жұмыс істеп отқан кезде, екінші, үшінші, төртінші залдағылар сіздің басқа жаңа жұмыс істеп отырған залыңызға қандай тапсырма бергеніңізді, оларда не сұрағаныңызды олар естіп біле алмайды. Олар өз кезегін күтіп отырады. Бұл сіздің жұмысыңыздың сапасын жақсартады. Міне осындай Zoom платформасының жақсы ерекшеліктері бар, жақсы қасиеттері бар. Осыны барлық мүмкіндіктерінше қолданып көрсеңіздер болады. Жалпы енді бүгінгі видеода Zoom платформасына компьютер арқылы кіру, тіркелу, браузер арқылы тіркелу, кіру, баптауларын қалай жасау керек көрдік. Пландау, конференцияны жоспарлау алдын ала. Одан кейін демонстрация экраны, запись жүру, ол қайда түсетінін шейін көрдік. Біздің компьютерде оның пути тұр, бағана неден қараған кезде местоположениесі көрсетіліп тұрады. Сол жерден сақталған видеоны ашып
қарап артынан көруіңізге болады, немесе басқа адамдармен бөлісуге де болады. Ендеше сіздерге түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.